Сондай-ақ ата заңымыздың 20 жылдығына орай бүгін барлық мекемелер мен мемлекеттік ұйымдарда мерекелік іс-шаралар өтуде. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент атындағы саябақта мерейлі күнге орай Конституция үстемдігін арттырып, азаматтардың құқықтарын қорғауға үлес қосқан мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Конституциясына 20 жыл мерекелік медалімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті басшысының грамотасымен марапатталды. Ал мемлекеттік қызметке жаңадан қабылданған 20 азамат елге адал қызмет етуге салтанатты түрде ант берді. Мемлекеттік қызмет атқаруды қоғам мен мемлекет тарапынан айрықша сенім білдіру ретінде бағалап, Қазақстан халқы алдындағы өзімнің биік жауапкершілігін сезіне отырып, елдің Конституциясы мен заңнамасын сақтауға, халқыма адал да біліктілікпен қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін.